Білім ошағы қайта жаңартылды. Саран қаласындағы жоғарғы гуманитарлық және техникалық колледжінде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы нысанды жөндеуге республикалық бюджеттен 312 миллион теңге бөлінген. Межелі міндет жұмыспен қамтудың 2020 жол картасы аясында іске асырылып отыр. Әріптесім Жаннұр Сүндетуллақызы тарқатсын. Бұл Абай Құнанбаев атындағы Саран қалалық жоғарғы гуманитарлық және техникалық колледжінің бас корпусы. Біраз жылдан бері оқу ғимаратының тозығы жетіп сыр бере бастаған еді. Ал осы жазда шатырлар мен есік алдындағы сатылар жаңартылды. Сондай-ақ арнайы пластиктен қосымша кіреберіс жасалып, ғимараттың сырты суық өткізбейтін сайдингпен қапталды. Ішкі бас ғимаратта ішкі ремонт жасады кіреберістерге. Енді тағы да 3 корпусымыз бар. Сонда бірінші, екінші корпусқа жаңағы ішіне де, сыртына да ремонттар жасалып жатыр. Колледждің бас корпустан бөлек тағы да 3 корпустары бар. Олардың барлығының бірінші қабаттары мен сырты толық жөндеуден өтті. Студенттер дәріс алатын әрбір кабинеттердің есік терезелерімен қатар едендері де ауыстырылды. Колледж директорының айтуынша, былтырғы жылы олар өз қаражаттары есебінен оқу мекемесі ішіндегі ұсақ жұмыстар мен жатақхананы жөндеген. Биылғы жылы жұмыспен қамтудың 2020 жол картасы аясында республикалық бюджеттен 312 миллион теңге қаражат бөлінді. Міне колледжге жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жылу құбырлары мен су құбырларын ауыстырдық. Менің білуімше 60 жылдан бері бұл ғимаратта жөндеу болмаған. Қазіргі кезде оқу мекемесі ішіндегі жөндеу аяқталып қалды. Жауапты мердігер компания толығымен 1 қазанда нысанды тапсырады екен. Жалпы колледж жылыту маусымына сақадай сай. Айта кету керек, жұмыспен қамтудың 2020 жол картасымен биылғы жылы Саран қаласы бойынша 36 нысанда жөндеу жұмыстар өткен. Мамандар алдағы уақытта әлі де талай жұмыстардың атқарылатынын айтуда. Жаннұр Сүндетуллақызы, Еркебұлан Тойболдин, Аманхамид, Сарыарқа телеарнасы.